everybody, today I want to start my English lessons with Ажар. Барлығына сәлем. Бүгін мен ағылшын тілін үйрету сабағымды Ажармен бірге бастайтын боламын. Яғни келесі сабақтарда да Ажар менің оқушым болатын болады. Hello Ажар, сәлем. Сәлем. How are you? Қалай? Жақсы. Керемет. Онда сабағымызды бастайық. Біз ағылшын тілін басынан бастап, яғни алфавиттен бастап өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алфавит. Яғни бізде ағылшын тілінде қанша әріп бар? 26 әріп бар. Енді осы 26 әріптерді осылай карточкалар арқылы ашып өтіп кетейік. Мынау әріп A. Айт. A. Және де мына жердегі суреттегі зат ол бізде apricot. Қайталай. Apricot. Молодец. Apricot дегеніміз ол бізде өрік. Келесі әріп B. Bicycle. Bicycle дегеніміз ол бізде велосипед. C. Енді келесі сөзіміз chicken. Chicken дегеніміз не? Балапан. Келесі әріпіміз ол бізде D. Бізде мына суретте drum. Ол яғни бізде барабан дегенді білдіреді, төрт персонажы. Келесі әріп ол бізде E. Elephant деген не бізде? Піл. Elephant деген піл. F. Flower деген не? Гүл. Әрине, well done. G. Grapes. Ол дегеніміз не? Жүзім. Excellent. Letter. Zebra. Зебра деген бізде кәдімгі зебра, я? Жарайсың, Ажар. Біз қазір осы алфавитті әнмен бірге жаттауға тырысайық. Ажар, it's excellent. Окей. Енді біз дәптерге осы алфавиттерді, осы карточкадағы сөздермен көшіріп түсіріп алайық, Ажар. Ажар, біз барлығын көшіріп болдық. Енді саған үйге тапсырма осы әріптерді жазып, олардың дыбысты айтуларын қайталап. See you next time in next lesson. Bye, Ажар. Bye.